Сәлем достар, нағыз қыс мезгіліне арналған алма, апельсин, лимон қосылған джемнің рецептін қабыл алыңыздар. Алдымен апельсин мен лимонның сыртын тазарту үшін қайнаған ыстық суды құйып 10 минуттай қоямыз. Енді жемістерді дайындаймыз. Апельсинді ортасынан кесіп, артық жерлерін алып тастаймыз. Одан кейін ұзынша бөліктерге бөлеміз. Бір лимонның жартысын дәл сондай етіп ұзын бөліктерге бөлеміз. Алманы жақсылап жуып тазалап ортасындағы дәнінен тазартамыз. Енді алдымен апельсиннен лимонды ет тартқыштан өткіземіз. Одан кейін ыдысқа салып 10 минуттай қайнатамыз. Алманы да дәл солай ет тартқыштан өткіземіз. Дайын болған алманы қайнап тұрған апельсиннің үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оған қантты қосып, қант әбден ерігенше ағаш қасықпен араластырамыз. Джемді баяу отта 1 сағаттай қайнатамыз. 1 сағаттан кейін осылай қоюлана бастаған кезде астын сөндіріп суытамыз. Қысқа арналған джем дайын. Астарыңыз дәмді болсын.